Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі рецепт салат. Жасалу жолы оңай, хрустящий баклажан деп атайды. Егер сіз каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта рецепттердің көп түрлері шығатын болады. Салатқа керек заттар: фетакса сыры, баклажан, сарымсақ, қызанақ, салат жапырағы, паприка, жүгері крахмалы, картошка крахмалын қолданбаймыз және сұйық май, тұз керек болады. Енді видеода көрсеткендей баклажанды үлкен көлемде тураймыз, өйткені қуырылғаннан кейін көлемі кішкене кішірейеді. Баклажанға бір ас қасық тұз салып, су құйып 15-20 минутқа қалдырамыз. Баклажанның бойында ащы дәм болады, сол дәмді тұз су өзіне алып қалады. 15 минут өткеннен кейін баклажанды осылай қолмен сығып аламыз. Барынша бойындағы суды кетіру үшін матаға қойып осылай жасаймыз. Баклажанға жүгері крахмалын салып араластырамыз. Езіліп кетпеу үшін осылай ыдысты сілкілеп араластырғанымыз жақсырақ. 1-3-5 минут аралықта тұрып, крахмал денесіне сіңгеннен кейін отта қызып тұрған сұйық майға салып қуырып аламыз. Біздің отбасыға баклажанның қатты қызарып қуырылғаны ұнайды. Бұлай қатты қуырмаңыз, кішкене қызарғаннан кейін алсаңыз, баклажан хрустящий болып шығады. Майдан сүзіп аламыз. Келесі қызанақты да орташа көлемде турап салдым. Бөлек ыдысқа сарымсақты пресстен өткізіп, паприка мен сұйық май қосып, үшеуін толық араластырамыз. Тұз салуды ұмытпаймыз. Салат жапырағын осылай қолмен үзіп салдым. Жаңа дайындаған соусты қосып, көкөністер езіліп кетпеу үшін барлығын осы видеодағыдай араластырамыз. Және де соустан аз мөлшерде алып қалуды ұмытпаймыз. Фетакса сырын қолданамыз. Орташа көлемде 3 бұрышқа ұқсатып тураймыз. Салатты тарелкаға салып, бетіне сыр қойып, қалған соустан әр жеріне құйып шығамыз. Сонымен салат дайын. Қонақ келерге қарсы дайындасаңыз, өте жақсы шығады. Астарыңыз дәмді болсын.